барыңызға риза болмасаңыз бар ғой, адам өзінің ішіндегі нәпсісі өз-өзін жеп бітіреді екен ғой, түгін қалдырмайды. Біздің басымызға қиыншылық түссе де, сол жерден жақсылық көре білу. Бұл өмірімізге де сабақ. Біз өзіміз ойлаймыз, басымызға неше түрлі негатив келеді деп ойлаймыз. Проблемалар, ана жерде ауырып қалдың, мына жерде ақшаң таусылып қалды, мына жерде мына қисық жолың жүрмей қалды. Көп қоя проблемалар. Қазірдің өзі, мысалы, өткенде сапарда келе жатқанымызда да Құдайдан, Тағаладан сұраңыздар деп қанша айтып жатырмыз, мысалы. Сол кезде кейбіреулердің енді дыбысынан, сөзінен біліп қаласыз ғой, мысалы, басындағы проблемасын Алла Тағалаға жайып жатыр. Ол жақсы нәрсе, дұрыс, проблемаңызды айта білу. Проблеманы негізі адамға айтпайды. Адамға айтылмайды проблеманы. Тек адамға айтатын проблемаңыз сол адам шынымен жәрдем бере алса ғана айтылу керек екен.